сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздермен диеталық баклажан салатын жасаудың жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Жалпы бұл баклажан өте тойымды әрі витаминдерге толы, оңай жасалу жолы ешқандай майды қажет етпейтін керемет салаттың бірі. Яғни майсыз қуырмаймыз ешқандай, духовкада пісетін ерекше баклажан салаты. Яғни ПП диеталық салат түрі. Егер диетада болсаңыздар немесе майлы тағамдарды ұнатпасаңыздар, міндетті түрде осы баклажанды жасап көруге кеңес беремін. Баклажанның құрамында өзінің майы болады, яғни баклажан да бізде өте майлы көкөністердің бірі. Сол себепті баклажанды көп адам ұната бермейді, ол майлы болғандықтан. Сіздерге міндетті түрде осы әдіс түрімен жасап көруге кеңес берген болар едім. Осылай баклажандарымызды ұзынша етіп турап алатын боламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде жуылып тазаланған баклажандарымызды бөліп аламыз. Мінекей. Осындай көлемде мен 3 баклажан қолдандым. Сіздер қалауларыңызға қарай көбейтуге де болады. Мінекей баклажандарымыз осылай маған тақтайға турағаннан көрі осылай пышақтың көмегімен қолда ыңғайлап тураған ыңғайлы болды. Мінекей осылай барлық баклажандарымызды ұзынша етіп турап алатын боламыз. Онан соң жұмыртқамызға аунататын боламыз. Мен бұл жерде бір жұмыртқаны жардым, бірақ бір жұмыртқа жетпейді, бір баклажанға 2 жұмыртқа қажет болады. Мінекей жұмыртқаға кішкене ғана тұзымызды салып, мен баклажанды ешқандай тұз суға салмаймын. Жұмыртқаға тұзды салып, осылай противенімізге орналастырамын. Мен мынадай сухарикиге аунаттым. Сіздер кез келген сухарик түріне аунатсаңыздар болады, бірақ дәл осы аппақ сухарик түрімен ерекше болып шығады, өте әдемі болып. Мінекей осылай екі бетін жақсылап жұмыртқаға аунатамыз, онан соң осылай панировочный сухариларымызге аунатып алатын боламыз. Өте әдемі әрі дәмді болады. Осы кезде печкаларыңызды қыздырып қойсаңыздар болады. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан 180-200 градуста 5-10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне, енді қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз қызарғанша. Оған дейін осылай қызанағымызды, укроп, қиярларымызды турап аламыз. Салатын листтеріңіз болса қосуға да болады. Менде болмағандықтан осылай укроп пен кинзаны қосып алдым. Неге? Қызанақ үлкен болса біреу жарайды, егер қызанақтарыңыз кішкентай болса 2 қызанақ турасаңыздар жетеді. Огурцыда қалауларыңыз бойынша егер қаласаңыздар қоспауға да болады. Мен өзіме огурцы ұнағандықтан огурцыды да қолдандым. Ол да бір ерекше дәм береді салатқа. Егер менің видеом ұнап жатқан болса, арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтетін боламын. Және де мені қай өңірден, қай елден көріп отырсыздар, оны да комментарийға жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецептілермен бөлісетін боламын. Жалпы менің каналымда үй жағдайында жасалатын керемет, оңай әрі дәмді рецептілер бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер менімен бірге. Енді осылай 2 тіс сарымсағымызға майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Майонез қалауларыңызға қарай сала бересіздер. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді духовкада пісіп дайын болған баклажандарымызды алып, орайтын боламыз. Өте әдемі болып шығады, әрі дәмді, тойымды және де диеталық тағам түрі. Егер сіздер диетада болсаңыздар, майлы, қуырылған тағамдар сіздерге ұнамайтын болса, міндетті түрде осы баклажанды жасап жеуге кеңес беремін. Дәл қазір пісіп, дәмді болып тұрған кезі, барлық көкөністердің пісіп тұрған кезі болғандықтан, кез келген көкөніс түрін осылай бар махаббатпен, шын жүрекпен дайындасаңыздар, кез келген тағамның өзі дәмді болады. Тіпті
Жұмыртқа қуырсаңыздар да махаббатпен қуыратын болсаңыздар, кез келген тағам дәмді болады. Сол үшін тағам жасаған уақытта міндетті түрде махаббатпен жасаңыздар. Кез келген тағам түрі өте әдемі болып шығады сонда. Дәл осы тағамды, осы баклажан салатын жасап, отбасыларыңызды, балаларыңызды, жұбайларыңызды қуантсаңыздар болады. Еркектің көңіліне осы тағам арқылы жол табамыз ғой. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бұл салатты біреулер тещина язик деді, ененің тілі деп те айтып жатады. Өте дәмді салат. Бұл салатты ұнатпайтын жан жоқ деп ойлаймын. Және де менің видеомды соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өте әдемі болып шығады, әрі тойымды, дәмді, керемет, тіске басар. Түсте тіпті тамақтың орнына да жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді. Бір қарағанда дәл осы түрі сушиға да ұқсап кетеді. Дәмі де келеді десем болады, қияр қоссаңыздар.